Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін балалық шақтың балдамы болған лакомка дайындайтын боламыз. Достар, менімен бірге жасап көріңіздер, өте дамды. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Достар, ең алдымен бір бокал сүтімізге бір бокал суымызды құйып аламыз. Міндетті түрде жылы болу керек екеуі де. Оның үстіне дрожжымызды салып алатын боламыз. Дрожжымызды салып, менде бір жарым шай қасықтай дрожж салдым, және де бір шай қасық тұз салдым, 5 шай қасық қант салдым. Және де үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып, үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұн салыңыздар. Және де өте жұмсақ етіп қамыр елеп алыңыздар. Қамырымызды дәл осылай видеодағыдай майымыздың көмегімен жан-жағын жинап, ретке келтіріп, дәл осылай бетін жауып, ашуын күтіңіздер. Енді кезекте кремін дайындайтын боламыз. Креміне менде бір бокал сүт, және де үстіне бір дана жұмыртқа, 150 грамм қант, шамамен 3 ас қасықтай ұн қосатын боламыз. Және де ванилин. Барлығында жақсы бір келкі масса дайындап алыңыздар. Арасында түйіршік қалмайтындай етіп, мінекей, дәл осы былай қозғай отырып, қою масса дайындап аламыз. Мінекей, креміміз дайын. Дәл осы кремімізді басқа ыдысымызға салып, суға қойып қоятын. Суытып алыңыздар. Мінекей достар, біздің қамырымызды ашып қалды. Дәл осы қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, күлше жасап алатын боламыз. Барлығында дәл осылай видеодағыдай жасап алғаннан кейін кішкене көтерілуге қойып қойыңыздар, бетін жауып. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мінекей, менің қамырым кішкене көтерілді. Енді осы көтерілген қамырларымызды оқтауымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Дәл осы аралықта мен жартылай бетіне май жақтым. Қамырларымыздың барлығында дәл осылай жайып, жасап, осылай ыдысымызға салып аламыз, арнайы табамызға. Мінекей, енді кезекте жұмыртқамыздың сарысын жағып, кішкене тағы да көтерілуге қойып қойыңыздар. Мінекей достар, менің күлше нандарым пісіп шықты. Енді кезекте суығанын күтуіміз қажет. Мінекей, енді кезекте жаңағы кремімізға, суыған кремімізге дайындап қойған. Осылай 180 грамм майымызды құйып, блендеріміздің көмегімен жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап алыңыздар. Мінекей достар, креміміз дайын, өте керемет крем болып шықты. Енді кезекте бір күлше нанымызды алып, дәл осылай өткішіміздің көмегімен өткізіп, кружка жасап аламыз достар. Қазір бұл бізге әсемдік үшін қажет болады. Сіздер арнайы блендермен жасасаңыздар да болады. Мінекей, менде барлығы дайын, күлше нандарымызды суыды. Енді кезекте арасына кремімізді жағып, күлше нандарымызды дайындаймыз. Дәмі өте ерекше болып шығады достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жасап, балаларыңызды, отбасыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет дәмді рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған мөлдір. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.